Жақсы балалар, сәлеметсіздер ме? Яғни бізде қазақ тілінің практикумы сабағы. Бұл пәннің білесіздер, мен алдында ерекшелігін айтып өттім. Қазіргі қазақ тілінде біз көбінесе теориямен таныссақ, қазақ тілінің практикумында талдау жүргіземіз. Балалар, бұл сабақта көбінесе өздеріңіз зерттеу жасап, талдау жүргізіп, көбінесе талдау сабағы болады. Енді мен өткенде сіздерге терминологиялық лексиканың ерекшеліктері жайлы тапсырмалар берген болатынмын. Кім айтады өткен сабақты? Ал Қорлан сөйлесінші. Терминдік лексика дегеніміз тілдің заман талабына қарай сай оның даму жүйесі қалыптасып, қазір айта беріңіз, қысылмаңыз. Тілдің заман талабына сай дамуының бір көзі терминдік жүйесінің қалыптасып дамуы. Терминдік жүйе оны түзу ісі қашаннан ұлттық тілдің ресми және мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеріліп, әлем сахнасына шығып танылуының бір негізі болып келеді. Терминдік жүйе дегеніміз ол сөздердің дамуы. Сөзіңізбен айтсаңыз жақсы еді. Жақсы, Мерей не айтады? Жалпы термин деген сөзді қалай түсінесіз, Мерей? Термин деген сөз ол яғни бір сөздің мысалы басқаша баламалап айтылуы. Дұрыс па, балалар? Термин дегеніміз баламалап айтылу ма? Кім қостайды? Анелия, термин сөздер дегеніміз қандай сөздер? Ботагөз, Дариға, жауап беріңіздер, термин сөз дегеніміз не? Яғни баламалап айтылу деген мысалы бір ғылымнан немесе бір әдебиетке байланысты сөздер болады па? Жалпы халыққа түсінікті ортақ сөздер, ортақ мағына, ортақ ұғым беретін сөздер, термин сөздер деген. А лексика дегеніміз не? Біз қазір лексика саласына көшіп отырмыз. Мен сіздерге өткенде өздеріңізге сөздердің жиынтығы ма? Қаттырақ кәне, Ықпал, кім сөйлеп жатыр? Тілдегі сөздердің жиынтығы. Лексика деген жалпы тілдегі сөздердің жиынтығы. Енді жалпы балалар, бүгін біз жаңа тақырыпқа көшеміз, яғни біз қазақ тіліндегі актив және пассив лексикаға көшеміз. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің тақырыбын жазып алыңыздар. Жалпы енді балалар лексика жайлы ақпаратымыз бар ғой, лексика жаңа Ықпал айтпақшы, сөздердің жиынтығы болды. Дұрыс па? Енді бізде осы лексика актив және пассив лексика болып екіге бөлінеді, балалар. Актив лексика дегеніміз ол күнделікті өмірде қолданылатын лексиканы актив лексика дейді екен бізде. Ал пассив лексика деп біз қазір көп қолданылмайтын, сирек кездесетін сөздерді айтамыз. Яғни оған бізде көбінесе архаизмдер жатады. Архаизмдердің өзі екіге бөлінеді. Салт дәстүрге байланысты көнерген сөздер деп, және тарихқа байланысты көнерген сөздер деп екіге бөлінеді. Ал жалпы балалар лексика саласын қарастырған кезде бізде лексикада мынандай ұғымдар бар. Амоним, синоним, антоним, термин сөздер, көп мағыналы сөздер, жаңа сөздер, тұрақты сөз тіркестері, мақал мәтелдер, диалектілер және кәсіби сөздер деген осындай мағыналары бар. Көріп отырсыздар, Енді балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты біз лексикалық талдау жасауды үйренуіміз керек. Түсінікті ме? Қараңыздар, лексикалық талдау деген кезде міне, сіздерге мен қазір экранға салып қоямын. Лексикалық талдаудың үлгісі тұр, мына жерде қараңыздар. Сөздің лексикалық талдау сызбасы деп аталады жалпы. Сөздің атауыш немесе тура мағынасы, яғни сіздер ең бірінші мысалы берілген сөздің беріп тұрған мағынасын жазу керексіздер. Оны сіздер қайдан аласыздар? Бізде қазақ тілінің түсіндірме сөздігі деген бар. Сол қазақ тілінің түсіндірме сөздігінен жалпы кез келген сөздің мағынасын тауып алуға болады, балалар. Түсінікті ме?
Ал егер де ол қолдарыңызда түсіндірме сөздік болмаса, онда сіздер оны интернеттен де тауып алуға болады. Түсіндірме сөздік десеңіздер, кез келген сөздердің мағынасын шығаруға болады. Енді балалар, қарасаңыздар, мына жаңағы бірінші баған бойынша түсінікті ғой, берілген сөздің бастапқы мағынасын жазасыздар. Екіншіде сөздің шығу тегіне байланысты туған мағынасы. Яғни қараңыздар, бұл түпкі мағынасын жазасыздар, және туынды мағынасын. Яғни бұл сөздің қазіргі мына контекстте беріп тұрған мағынасы қандай, және жалпы туынды мағынасы қандай екен ашып жазу керексіздер. Түсінікті ме? Сондықтан да мен мысалы сіздерге талдауға сөз беріп жатсам, сіздер міндетті түрде сол сөзге сөйлем құрастырасыздар. Түсінікті ме? Сосын өздеріңіздің құрастырған сөйлемдеріңіз негізінде ғана лексикалық талдау жасайсыздар. Мен даусымды барлықтарыңыз естіп отырсыздар ма? Иә. Енді қараңыздар, мына жерде ары қарай кетті. Сол сөздің көп мағыналығы болса, тізіп жазасыздар, қандай көп мағына бере алатын. Мысалы, бас деген сөзді алатын болсақ, бас деген сөз ол бізде көп мағыналы да бола алады, амоним сөзде бола алады, балалар. Көп мағыналы сөз дегеніміз, ол бір ғана сөз табы негізінде болады. Яғни, беретін мағынасы бір-біріне жақын болады. Бас деген сөзді алсақ, таудың басы, адамның басы, бұлақтың басы десек, бұл көп мағыналы сөз болады. Ал егерде адамның басы және аяғыңды алға қарай бас десе, бұл амоним болады. Түсінікті ме? Сонда сіздер соны ашып жазу керексіздер. Сөздің амоним, синоним, антонимін. Және де бұл сөз кірме сөз бе? Кірме сөз болса, араб, парсы, моңғол, орыс сөздері, ағылшын тілі қай сөзден енген? Соны жазасыздар. Табу болса, яғни табу дегеніміз, бізде қазақта келін ата-енесінің, қайнағаларының атын атамай ат қойған, не? Ат тергеген деп айтады, бұны табу сөз деп айтады. Немесе жаңағы қасқыр деген сөзді айтса, қорамызға қасқыр келіп, қойымызды қырып кетеді деп қорыққандықтан ұлыма деп атаған. Найзағай деген сөзді айтуға да қорыққан қазақ халқы. Найзағай түседі деп, оны жасын, жай деп айтқан. Түсінікті ма? Табу сөз дегеніміз сол. Ал эвфемизм, дисфемизм дегеніміз ол бізде сыпайы сөздер. Ал дисфемизм дегеніміз дөрекі айтылатын сөздер. Екеуі бір-біріне антоним сөздер. Мысалы, жаңадай кішкентай баланы аузынан анасының сүті кетпеген деп айту мүмкін, жұмсартып эвфемизм. Ал дисфемизм боқмұрын десе, мысалы, ол дисфемизм болады. Түсінікті ма? Осы жерге дейін сіздерге түсінікті ма? Осы бірінші баға. Ендеше ары қарай әзірше күрделендірмей тұрамын, оны келесі сабақтарда ары қарай жалғастыратын боламыз. Мынау жалпы лексикалық талдаудың үлгісі. Бүгінгі сіздердің меңгеру керек тақырыптарыңыз осы міне. Бірден бастап үшінші бағытқа дейінгі аралықты толық меңгеріп шығу керексіздер. Түсінікті ме? Қазір мен сіздерге міне мынандай тапсырма беремін. Қара, тас, жылы деген сөздерге лексикалық талдау жасаңыздар дейді. Сіздер бірінші қара деген сөзді осы үшінші бағанға дейін талдаңыздар. Жақсы ма? Ал жақсы, ендеше кірісіңіздер. Сіздерге 2 минут уақыт берсем жетеді ғой? Әлде аз ба 2 минут уақыт? Бір сөзге ғана, қара деген сөзге. Үшінші бағанға дейін, мына жерге дейін талдайсыздар. Жақсы, бір 4 минут берейін, ал кірісіңіздер. Сонында біріншісінде қара деп қараңыздар, және мен айттым ғой балалар. Не, түсіндірме сөзді қараңыздар не. Соның ішінде мен мысалы қара деген сөзге байланысты 477-ші бетті аштым, міне? Көрініп тұр ма? Сол жерде қараңыздар, қара деген сөздің беретін бірнеше мағынасы. Яғни сіздер бұл сөзге лексикалық талдау жасаған кезде, бұл сөзге ең бірінші сөйлем құрастыру керексіздер. Түсінікті ме? Мысалы, Дариға, сіз қандай сөйлем құрастырдыңыз? Оқыңызшы сөйлеміңізді. Апа, мен былай жаздым, қара деген ол бірінші түсті білдіреді, әрі біреуге қара, біреуге қара деген. Сол үшін сіз лексикалық талдау жасаған кезде ең бірінші сіздің сөйлеміңізде бұл сөз қандай мағына беріп тұр, соны талдау керексіз. Ол үшін сөйлем құрастыру керексіздер деп айттым ғой басында. Мысалы, қара қарға аузындағы ірімшігінен айырылып қалды деген сөйлемді алатын болсақ. Бұл жерде қара деген сын есім беріп тұр ғой. Енді қараңыздар, түсіндірме сөздікте қара деген сөздің мынандай ұғымдары бар. Бірінші көмірдің, күйенің түсіндей
Аққа қарама қарсы түс, яғни қап-қара түс, дұрыс па? Иә. Екінші, қарапайым көрінген нәрсе қарайған зат. Үшінші, бір нәрсенің нобайы, пішімі, аумақ көлемі, сан мөлшері. Төртінші, өлікті аза тұтудың белгісі ретінде басқа салатын қара түсті орамал. Бесінші, халық арасынан шыққан қарапайым адамдар, бұқара халық. Және қара ажырықтың қоңырқай түсті түрі дейді. Қара алқа, жемісі қара түсті алқа, қара бұрыш. Көрдіңіздер ме, сонда бұның түсіндірме сөздікте беретін мағынасы өте көп. Сонда сіздер мысалы қандай сөйлем құрастырдыңыздар, соның негізінде талдайсыздар ғой. Қорлан, сіз қандай сөйлем құрастырдыңыз қара дегенге? Аминаның қара көйлегі бар. Қаттырақ сөйлесеңіз. Аминаның қара көйлегі бар. Ендеше бұл жаңағы түсіндірме сөздіктегі көмірдің күйенің түсіндей деген мағынаны береді. Яғни сіз бастапқы мағынасында жаңа бір дегенге көмірдің күйенің түсіндей түс дегенді жазу керексіз. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Қорлан. Ал жақсы, кім? Ботагөз қандай сөйлем құрастырды? Мен бүгін қара шалбар сатып алдым, абай бірдей тоже. Бұның да мағынасы жаңағы Қорландікінде. Тағы кім қандай сөйлем құрастырды? Дариға, сіз сөйлеміңізді оқыңыз. Біз мектепке тек қара түсті шалбармен белдемше. Сізде сол бірінші жаңағы бағыт бойынша. Жақсы, ал Дариға жолдауыңызды оқыңызшы. Қара түс және еттер. Қара іс-қимылды білдіреді, түпкі мағынасы түс, туынды мағынасы іс-қимыл. Және синоним, аноним дегендер қара ақ, қара қарама және эвфемизм қара. Жақсы, жарайды. Тағы да кім? Жібек. Жаңа көзқараспен қара бола ма? Жақсы, жаңа көзқараспен қара. Бұл жерде мағынасы өзгерді, Қандай мағына беріп тұр? Іс-қимыл, әрекетті білдіріп тұр. Жақсы, ал лексикалық талдауыңызды оқысаңыз, Жібек. Рет-ретімен оқып шығыңыз, әр қайсына тоқталып. Ал Мерей, оқыңызшы талдауыңызды. Ол өзіне қара көйлегі алды. Бұл жерде қара деген сөз тура мағынада берген. Бұл сөз ауыспалы мағынада болады. Яғни көп мағыналы сөзде болады. Мысалы, ол тау басынан қарады, немесе қара түс. Жоқ, енді сол көп мағыналы емес, амоним болады, кешіріңіз сөзіңізді бөліп жатқаныма. Әртүрлі сөз табынан амоним болады. Амоним қара түс, басқаша айтқанда ол тау басынан қарады. Антоним ретінде алатын болсақ, қара оған керісінше ақ деп айта аламыз. Эвфемизм сөз ретінде қарастыратын болсақ, ол артына жымиып қарады. Егер дисфемизм болса, сен артына қарай берме. Жақсы, жарайды, ол эвфемизм, дисфемизмға бұл сөз өте келе қоймайды. Жақсы, бірақ сіз түсінгеніңізді көрсеттіңіз. Дұрыс, жақсы. Болды ма, Мерей? Иә, болды. Жақсы. Енді балалар, сонда жаңағындай лексикалық талдаудың бастапқы 3 бағыты негізінде талдаймыз. 3 емес 2, тіптен 3-ке дейінгі бағыт. Енді қараңыздар, сонымен және актив және пассив лексикаға оралатын болса, қайтадан бүгінгі жаңағы біздің қара деген сөзіміз осы лексиканың екеуінің қай түріне жатады? Актив лексикаға жата ма, пассив лексикаға жата ма? Актив деген күнделікті өмірде қолданылатын сөздер, ал пассив дегеніміз көп қолданылмайтын сөздер, көнерген сөздер, мысалы оған кәсіби сөздер жатуы мүмкін. Активқа жатады. Актив лексикаға жатады дейсіздер. Бірақ та мен жаңа сіздерге қара деген сөздің өзінің бірнеше мағына беретінін айтып өттім ғой. Ол қара деген сөздің ішіндегі, мысалы қара жамылу деген сөзді де біз көп күнделікті қолдана бермейміз ғой. Қайғыға батып, жалпы ислам дінінде үйінде қандай да бір өлім жітім болған адамдар қара жамылған екен, қаралы деп атаған екен. Бұл сөзде дәл қазіргі біздің таңда қолданылуы соншалықты емес қой. Ендеше қара деген сөздің өзі актив болуы да мүмкін, пассив лексикада болуы мүмкін, Это жапай сөйлемге байланысты ғой, сөйлемге, контекстке байланысты. Сол үшін де балалар, мен үйге сіздерге берген тапсырмада мұқият болыңыздар.
үйге мен сіздерге лексикалық талдау бердім. Толық емес, не бүгінгі талдаған сияқты 3-ке дейінгі бағытты талдайсыздар. Сонда міндетті түрде сөйлем құрастырыңыздар. Енді мен сіздерге айтатыным, сіздер сөйлем құрастырғанда бір сөзге 2 сөйлем құрастырасыздар. Біреу ауыспалы мағынада болсын, екіншісі тура мағынада болсын. Жақсы ма? Сонда мен сіздерге үйге 2 сөз беріп отырмын лексикалық талдау жасауға. Сіздер сол 2 сөзге, мысалы, 4 сөйлем құрастырасыздар деген сөз. Сонда сіздер 4 сөзге лексикалық талдау жасау керек боласыздар. Біреу тура мағынасында, екіншісі ауыспалы мағынасында сөзге. Түсінікті ме? Түсінікті. Иә. Сонда енді қараңыздар, жалпы мына лексика сөздің мағынасын зерттейтін сала, ал сөздің мағынасы заман талабына сай күнделікті өзгеріп отырады. Жаңағы лексикадағы неологизмді алатын болсақ та, көнерген сөздерді алатын болсақ та, олар үнемі өзгеріс үстінде болады, балалар. Түсінікті ме? Біздің мысалы қазір неологизмге мысал келтір десе, көп балалар интернеттен алып маған мысалдар көшіріп айтады. Космос дейді, теледидар дейді, неологизм. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, қазір 21-ші ғасырда осы сөздер жаңа сөзге жата ма, мысалы, космос, теледидар деген сөздер? Жоқ. Жоқ, біз ол заман ағымына сай сөзде өзгеріп отырады. Қазір бұл сөздер неологизм емес, е? Ал неологизм дегеніміз ол жаңа сөздер ғой, балалар. Сонда мысалы қазіргі таңда біз қандай сөздерді неологизмдер деп айта аламыз? COVID-19. Жарайды. Оны да жатқызуға болады, қазіргі енді пандемияға байланысты бәрімізді үйде оқытып, үйге тыққан COVID-19 сөзі. Жақсы, тағы қандай сөз айта аласыздар? Инстаграм, TikTok. Инстаграм дейді, жақсы. Тағы. Wi-Fi. Wi-Fi, келісемін. Түсініп отырсыздар ма? Неологизм деген кезде осындай жаңа мағына беретін сөздерді қарастыруымыз керек. Жалпы мына біздің тіл білімі, қазақ тілі жаңартуды қажет ететін кезеңде тұр қазір. Сондықтан да сіздер де соған өз үлестеріңізді қосып, мысалы, үй тапсырмасын орындаған кезде де мұқият болыңыздар. Лексикалық талдауды жақсы меңгеруге тырысыңыздар, балалар. Енді маған сұрақ қойыңыздар. Бүгінгі тақырып бойынша, лексикалық талдау бойынша сұрақтарыңызды қойыңыздар. Қазір осымен біз бүгін сабағымызды аяқтаймыз, балалар. Сұрақтар жоқ. Бәрі түсінікті ме? Мен ендеше сіздерге сұрақ қойын, сіздерде сұрақ жоқ болса. Ақеркеге сұрақ қойғым келіп тұр. Сонымен Ақерке, сөздің бастапқы мағынасы дегеніміз не екен? Ну, сөздің қандай мағына беретіні ма? Иә, сөздің жаңағы сіздің құрастырып отырған сөйлемдегі беретін ең бастапқы мағынасы. Иә, контекстке байланысты деп айтып отырғаным сол ғой. Жақсы. Ары қарай жаңа талдау бағыты бойынша келесі сұрақты қойсам сіздерге. Жаңағы сөздің амоним, синоним, антонимін ажыратуды білеміз бе? Мысалы, амоним дегеніміз не? Қандай сөздер амоним дегеніміз? Жазылуы бір, бірақ мағынасы әртүрлі. Жақсы, Жібек, дұрыс айтасың. Мысал келтіре аласыз ба? Мысалы, ара, кесетін ара, шағатын ара. Жақсы, дұрыс, келісемін. Синоним дегеніміз қандай сөздер? Синоним ол мағынасы бір, жазылуы әртүрлі. Мысалы, сәби, бала. Жақсы, ал антоним? Бір-біріне қарама-қарсы. Бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Сонда жалпы балалар сіздер үйде тек қана лексикалық талдау жасауды ғана меңгермей, жаңағы актив және пассив лексиканың құрамына қандай сөздер кіретінін де қарастыру керексіздер, жақсы ма? Жақсы. Және сөздің беретін мағынасы бойынша, мысалы, сіздер өздеріңіз бастапқы мағынасын міндетті түрде егер түсіндірме сөздіктен таппай жатсаңыздар, түсіндірме сөздіктің өзін өздеріңіз анықтама беріп жазуға болады. Ал былай да түсіндірме сөздіктің электронды нұсқасы да бар, кітабы да бар. Түсінікті ме? Біздің колледждің кітапханасында да түсіндірме сөздіктер бар. Бірақ та пандемияға байланысты, егер колледжға барып жатқан жағдайда маскамен, перчаткамен барып алуға болады. Жалпы бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті ме? Иә, түсінікті. Сұрақ жоқ па сіздерде? Жоқ. Жақсы, сұрақ жоқ болса, тапсырманы уақытында жіберіңіздер, балалар, СДО-ға жүктеп қойдым. Соның негізінде және бүгінгі сабақ бергендеріңізге байланысты екеуін қатар ескере отырып бағалайтын боламын. Бағаларыңыз электронды журналға бірден жүктеледі, білесіздер ғой оны. Сондықтан да тапсырмаларды кешіктірмей орындаңыздар. Алдыңғы тапсырмаларды орындамаған балалар бар.
Жақсы. Жақсы. Ендеше сау болыңыздар.